Сенің телефоның не тыңдайтынын білесің бе? Сәлем достар, бүгінгі біз өте қызықты бірақ сәл қорқынышты сұраққа жауап іздейміз. Сенің телефоның не тыңдайтынын білесің бе? Мысалы, досыңызбен жай ғана кофе туралы сөйлестіңіз делік. Ал бірнеше минуттан кейін Инстаграмда кофе жайлы жарнама шықты. Таныш жағдай ма? Телефон тыңдай ма? Бірден айтайық, мүмкін телефоныңыздағы кейбір қосымшалар микрофон арқылы сіздің айтқаныңызды тыңдай алады. Бірақ бәрі соншалықты қарапайым емес. Ол үшін сіз оларға рұқсат бергенсіз бе? Соны тексеріп беріңіз. Instagram, Facebook, TikTok сияқты қосымшалар сіздің микрофоныңызға рұқсат сұрайды. Ал сіз ойланбастан рұқсат беру деп басасыз. Содан кейін бинго. Сіздің сөйлегеніңіз тыңдалуы мүмкін. Бұл не үшін қажет? Мұның бәрі жарнама үшін. Сол жарнамалар. Қосымшалар сіздің қызығушылығыңызды білгісі келеді. Не ұнайды, не іздейсіз, не туралы сөйлейсіз. Сондықтан олар сіз туралы көп нәрсе білсе, сізге дәл жарнама көрсете алады. Бұл оларға ақша келеді. Бұл заңды ма? Бұл сұраққа нақты жауап екі жақты. Бір жағынан, егер сіз рұқсат берсеңіз, онда заң жүзінде олар тыңдай алады. Бірақ сіз бұл рұқсатты нақты не үшін беріп жатқаныңызды білмеген шығарсыз. Солай ма? Көп адам қолдану шарттарын оқымайды. Ал сол шарттарда бәрі жазылып тұрады. Телефон қалай тыңдайды? Телефон үнемі сіздің даусыңызды тыңдамайды. Бірақ кейбір сөздер немесе тіркестер айтылғанда, мысалы кофе, демалыс, жаңа аяқ киім, қосымша микрофон арқылы бір сәтке қосылады да жазып алады. Мұны trigger word дейді. Яғни іске қосатын сөз. Қалай қорғануға болады? Енді ең маңызды сұрақ: не істей аламыз? Бірінші, қосымшаларға берілген рұқсаттарды тексеріңіз. Микрофонға рұқсат алып тастаңыз, егер қажет болмаса. Үшінші, қолдану шарттарын оқып үйреніңіз. Ең болмаса негізгісін. 4. VPN қолдануға болады. Жеке мәліметтеріңізді жасыруға көмектеседі. 5. Кейде телефонды басқа бөлмеде қалдырған дұрыс. Қорытынды: телефон бізді досымыз, бірақ ол біз туралы көп нәрсе біледі. Кейде тым көп. Сондықтан сақтықта қорлық жоқ. Қарапайым әрекеттер арқылы өз деректеріңізді қорғай алыңыз. Сенің телефоның не тыңдайтынын енді білесің бе? Жазып қой. Енді микрофон сені емес, сен микрофонды бақылайсың.